Мұқадес Исламғалиұлы. Үрей. Бук трейлер. Үрей қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде жалған немесе шындық қауіптерден жаппай үрейлену деген мағынаны береді. Үрейлену бұзылысы аса кең таралған құбылыс. Ол тұқым қуалайтын дерт немесе күйзелістің кесірінен болуы мүмкін. Медицинада бұл ауруға көбінесе әйелдер шалдығады деп түсіндіріледі. Ал бұл шығармада керісінше басты кейіпкер атпалдай азамат Сұрапбергеннің үрей әлеміне енгендігі туралы суреттеледі. Еңгезердей ер адам неге соншалықты үрейленді? Әңгіме жаумай селдетпей тынбаспын дегендей, шүйде қара сабалақ бұлттар ауыл үстіне төніп ақ қалған. Дәл осыны күткендей, күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан бездірер жан шошырлық хабар әкелген жаушы секілденіп, бір тентек құйын ауыл ортасына қойды да кетті деп басталады. Сол сәтте өртке оранған үйі, Сұрапбергеннің бойында көптен бері жасырынып жатқан үрейін одан сайын үрлей түскен еді. Ащы суға сылқия тойып алған ол мұны көргенде: Сол иттің баласы. Мен онда әлі түрмеде шіртем. Өртеген сол. Түрмеде шіртіп өлтіремде, моласының басына отырам. Көрерсіңдер әлі. Деп ешбір адамға белгісіз әлдебіреуді кінәлай жөнеледі. Ол әлдебіреу бір кездері қарамағында қызмет қылған аңғал, сенгіш Таубай болатын. Бойындағы пысықтық, алғырлық қасиеттерін мүмкін амалының жоқтығынан, мүмкін ашкөздігінен бе Сұрапберген дұрыс емес іске жұмсады. Сол дұрыс емес іс Таубайдың арын таптады. Дәл сол кезде үрейдің бастау алғандығы осы бір мән-жайды әңгімені оқысаңыз ғана ұғынып бастайсыз. Кейін Сұрапбергеннің басына бірінен соң бірі келеңсіз жағдайлар тап болғанда, ол бәрін Таубайдың кек қайтару деп күдіктенді. Өйткені бәйгеге 3 күн қалғанда, теңбілім ертіккенде, қора жанында тұрғанда, тіпті кешқұрым көшеден үйіне бет алғанда, әйелі Өзипа ғана қалған үйінен шығып бара жатқанда Таубай болатын. Енді міне дүние мүлкімен қоса үйін кенет өрт шалды. Олай болса, бұл өртпен бірге Сұрапбергеннің үрейінің, күдігінің күшеюі орынды ма? Шынымен де бұл оқиғалар Таубайдың кек алу операциясы ма? Әлде Сұрапберген психикалық дертке шалдықты ма? Әңгіме соңында оқиға орнынан жетке жөнелген қызыл белбеулі жедел жәрдем көлігінде кім болды? Сұрапберген бе? Жоқ, әлде тағы да Сұрапбергеннен таяқ жеген Таубай ма? Үрейден туындаған шырғалаңның шешімін білу үшін Мұқадес Исламғалиұлының үрей әңгімесін оқуға шақырамыз. Құрметті оқырман.